Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Жағдайларыңыз жақсы ма? Бүгін мен сіздерге жай құрақтың өзін, түсін ауыстыра отыра әдемі дүние жасайтынын көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар, ал кеттік. Бізге керекті заттар: ені 2,5 см болатын 2 түсті матовый билюр, 17-17 болатын шыт мата, қайшы, қалам, сызығыш және тігін машинасы. Ең алдымен шыт матамызды әдеттегідей екі бұрышын бір-біріне қосу арқылы дәл ортасын анықтап аламыз. Тігін машинасына ең алдымен шыт матамызды қойып, ең бірінші жасыл матовый билюрымызды 2,5 см етіп қиып алып, тігіп аламыз. Жасыл матадан кейін ақ матамыздың түгін төмен қаратып, жасыл матаның 4 қабырғасына тігіп шығамыз. Менің машинамның лапкасы дәу болғандықтан көз мөлшерімен 0,2 мм қылып тігеміз. Егер де сіздің машинаңыз жак немесе тупикал машинкасы болса, олардың лапкасының кішкентай екендігіне мән бергеніңіз жөн. Қырын сәйкестендіріп тіге бересіз ол кезде. Ақ матаның 4 қабырғасына тіккеннен кейін жасыл матамыздың түгін төмен қаратып, 4 қабырғасына жасыл матаны тігіп шығамыз. Осы реттілікпен жалғастырып тіге береміз. Үстіңгі екінші қатардағы матаны тіккен кезде, астыңғы бірінші қатардағы матаны тартып отырып тігуді ұмытпаңыз. Артық қалған шыт матамызды қырқып тастаймыз. Осындай жай құрақтың өзін, түсін түрлендіріп, әдемі құрақ жасауға болады. Егер де менің жасап жатқан жұмысым сіздерге ұнап жатса, лайк басып, комментария жазып, тіркеле кетіңіз. Ол маған шабыт сыйлайды. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.